Қалдарыңыз қалай, құрметті ханымдар? Сіздермен бірге мынандай табақтың астына қойғанға не дейді бұны? Егер атауын білсеңіз, комментарийға жазып кетіңіз. Осындай заттар тігіп бастаймыз. Бұл заттар жақсы келеді екен. Мынандай фетрдан табақтың размерімен өлшеп сызып алдым. Домалақ. Менде мынау 23 жарым. Енді 23 болып тұр екен. 23 диаметрде болып тұр. Осыны қазір мен бірінші центрін табуым керек. Ол үшін 2-ге бүктеймін. Әр құрақта біз центрін тауып отырамыз. 2 жақ шетіне. Содан кейін мынаны қайтадан тағы бір бүктеймін. Жаңағы нелерді бір-біріне түйістіріп тапқан сызықтан. Бұлай сызып шығам. Ол табақтар мінекей мынандай түрін жасадым мен. Содан кейін мынандай. Қазір мына түрін көрсетем. Пар-пармен жасап жатырмын. 10 штук жәрмеңкеге апарам. 20 қараша 2022 жылы не болады? Жәрмеңке. Шабыт шоу фестиваль болады. Сол ұйымдастырып жатыр Шабыттағы Гүлшарат ханым. Соған алып барайын деп, осындай табақшалар, табақтың астына жасап жатырмын. 10 штук жасайын дегем. Екі-екіден одинаковый. Мынаған бір парын жасайын қазір. Центр бізде сары болды. Қазір сары қоямыз. Менде андай құрақтан қалған маталар бар, солардан құрап жатырмын. Ортасындағы центр бізде 5-5. 4 бұрышымыз 5-5 болады. Ленталарымыз 3 сантиметрден. Ал, бисмилла. Ортадағы 4 бұрыштың бір шетін тігіп аламыз. Сіздер білесіздер, нүкте құрақ немесе құдық құрақ деп қоямыз, е? Соны жасаймыз. Мен бұлай құрап алдым, содан кейін маталарды жанынан бүйтіп қойып отырып, қай тұс үйлесімдірек деп қойып, бір-бірін ашқанын қарадым. Қалыста болып тұрған сияқты. Мына жерде келесі ақты алдым. Кішкене өмін ашып тұрсын деп. Фетр матасы қатты болғандықтан, жаңа құрақтарымыз әдемі шығып жатыр. Тақтайдай болып күшті болып шығады.
жаңа айтқанымдай астта тік маталардан тігіп атқан соң мына айвори цветім бітіп қапты. Сол үшін ары қарай басқа цветтермен жалғастырайын деп ұйғардым. Мынау енді темный болып қалды ғой деймін, иә. Так, мынандай болса ше. Осы серый бар екен. Серый көк, қайсы дұрыс болар екен. Көк дұрыс болатын сияқты. Көкті қоя берейік. Серый жасайсың. Сіздердің көздерінше қазір жасап жатырмын, үйлестіріп. Мына тігіп алдық, шетін тігіп алдық. Енді жаңағы шетіндегі лишний барын кесіп тастаймыз.
мінекей. Қалай шықты айтып жіберіңіздер. Мынаны қазір астына мата қоямыз да, шетін бекамен тігіп шығамыз. Қазір жағасын көрсетем. Так, жаңа құрадық қой. Қандай түрлерін құраған көрсетейін, я. Шеттерін уже бейкалап, астын астарлап тастадым. Қазір сіздерге көрсетем. Шетін қалай аста нету керек. Некен мынаның астын көрсеңіздер. Резинка тағып тұр. Некен мынау біздің құрағымыз, е. Ішінде жаңа қандай цветті қалайсыз, сол цветпен шетін айландырсаңыз болады. Мына жерде қанық түс қоңыр болып тұр, сол үшін мен қоңыр түспен қазір осыны шетін айландырайын деп тұрмын. Мен мынандай жіңішке резинка 3 миллиметрлік па сондай. Соны бірінші артына тігіп аламын. Енді мынау менде 4 сантиметрден лента. Как всегда түгін астына қаратам. Кішкене шетін бүктеп алам. Соң лапканың размерімен тіге берем. 1-2 миллиметр астыңғы матаны кішкене көрінетін еп шығарып тұрам. Айландыра тігіп шығамыз. Жаңа айтып кеттім, лентаның ширинасы 4 сантиметрден алдым. Широкий болған өздеріңізге ыңғайлы. Мына матаны мен мына құрақты матан бетіне қойдым да, просто бүйтіп тігіп шыға салдым. Ешқандай аударған жоқпын. Міне шетін көріп тұрсыздар. Жылым болып тұр. Мына бәрін аударып жату ыңғайсыз, сол үшін былай лентамен шетін тіге саламыз. Мына жерде құрақ та қанша слой болып тұр. Еще фетр да қалың. Жылайтында мына шетіндегі тігістерді көрсетпей, кішкене былай қарай, ішке қарай тігесіздер ғой. Міне мынадан асамыз. Кішкене асыр жеріп тігеміз. Так, лишний кесіп тастаймыз. Енді мына немізді қаласаңыз мына жерде кішкене кесіп тастасаңыздар болады. Мен матам жеткілікті, сол үшін кеспей ақ қоямын. Мына жері кішкене широкий болғанда да әдемі көрініп тұрады. Мына бекер жасайтын матаңызды кішкене барынша көбірек алыңыздар. Мынаны енді кішкене қаттырақ тартып алыңыздар, чтоб мына жақта лишний жиналып қалмас үшін. Тартып нетесіздер, шығарып алыңыздар. Енді мен қосқан жер бар ғой, сол жерден бастаймын. Мына екеуін бірге ұстаған кезде кішкене
матасы, астыңғы матасы шығып тұрады. Соны алып тастайын. Тіккен кезде ыңғайсыздық тудырмашы. Мынаны екеуін бүйтіп қайырамыз. Сәлде шығып тұр. Екеуін біріктіріп қайырып аламыз. Ең қиыны осы жерді бірінші істеп алыңыздар. Жөндеп. Мен бәрін айландырып отырып бүйтіп инемен түйреп алсаңыздар болады. Бірінші жасап жатқанға. Бүйтіп астында матасы қатты болғаннан кейін мына өзі-ақ әдемі қайырылады. 1 сантиметр көлемде қайырасыздар. Тіккен тігістеріңіз көрінбеу керек қой. Мата мына жерде ұзыннан кесілген. Қиғашынан кесем десеңіздер де болады. Мен енді мынау құраққа арналған кесілген ленталар болған. Мен ешқандай өзгеріс берген жоқпын оған. Сол ленталардың өзін ақ тігіп жатырмын. Ұзыннан ақ кесілген маталар. Қиғашынан 45 градусқа алып сөйтіп кесіп атады ғой. Ештеңе істеген жоқпын, сол матаны алып тіге бердім. Қалың жерде машинкаңызға көмектесеміз, инені сындырып алмаңыз, абайлаңыз. Шетімен тіксеңіз дұрыс болады. Жаңағы 3 бауыр тіксеңіз. Қатты шығып кетпесін. 1 сантиметр. Одан да аз қайырылса тіпті жақсы. Жібіңіз матаның түсіне қарай сәйкес болсын. Неке осындай табақтың астына қоятын дайын болды. Неке мынау бізде жаңа іліп қоятын болса, бір жерге іліп қоятын болса, сондай. Кер жоқ болса, мешать етпейді, астында тұра береді. Кішкене томпайып тұр, тартылып. Енді ертең табақтың астына тұрғаннан кейін өзі-ақ жайылып кетеді, әдемі болып. Осындай табақтың астына жасадым, дайындап. Енді келесілерін кино жасылды жасылға. Мынаның астында жасыл қылып жесеңіз тіптен жақсы. Мен бар матадан жасап жатырмын. Остаток маталар, қанша жылдар бойы жатқан, мынау бізде скатертный мата ғой. Көресіздер ғой, енді түгі шығып кетпейтін, кішкене біраз пайдаланатын болатын маталар болса, күшті болады. Мына серый цветті алдым, серый. Видео ұнап жатса лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше мен каналыма подписка жасаңыздар. Подписка жасамай көретіндеріңіз бар екен. Подписка жасап көріңіздер, маған да көмектеріңіз болады. Мен де келесі видеода
келесі жолы видео салғаныма көмек болады. Сау саламатты болыңыздар.